Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өзім үнемі жасайтын чебурекидің рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецептпен бірден чебурекилеріңіз өте дәмді болып шығады. Бізге ол үшін 400 грамм електен өткізілген ұн, 200 грамм қайнаған су қажет болады. Қайнаған суға бір кішкентай қасық тұз қосып, жақсылап араластырасыздар. Осы тұзды суды ыдыстағы ұнға құйып, және 3 үлкен қасық сұйық май қосып, қасықпен араластырасыздар. Жақсылап араластырасыздар. Содан кейін кішкенеден кейін қолмен қамыр елейсіздер. Қамыр өте жұмсақ болып шығу керек. Мына қамыр елейміз. Жұмсақ және қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді осы қамырды шетке алып қоямыз, кішкене тынады. 10-15 минуттай тындырамыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм тартылған ет, бір үлкен пияз қажет болады. Пиязды ұсақтап турайсыздар, мен блендердан ұсақтап тураймын. Егер блендер болмаса, пышақпен тура берсеңіздер де болады. Жуасы көп болса, дәмдірек болады салмасы. Сондықтан жуасын көбірек қосуға тырысыңыздар. Міне барлық жуаны турадым. Енді осы тартылған етке саламын. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламын. Жақсылап барлық салмасын араластырамыз. Міне араластырдым салмасын жақсылап. Енді чебуреки жасауды бастаймыз. Қамыры жақсылап тынды. Бір 20 минуттай тұрды. Ортасында бір рет елеп қойдым. Міндетті түрде тындырып қойған кезде қамырды ортасында елеп қойыңыздар. Сөзі жақсы жұмсақ болып шығады. Бұл қамырдың өзі жұмсақ болып шығады. Қатты болмайды. Енді бөліктерге бөлемін. Бөліктерге бөлгеннен кейін әр бөлігін домалақтап елеп қоямын. Осылай домалақтап қоясыздар. Мен барлығын домалақтап үстіне салафан жауып қойдым. Жана күйіп кетпес үшін үстіне орамал немесе салафан жауып қойсаңыздар болады. Осы әрбір бөлігі елеген, тынып тұрады. Мен бір бөлігін жайдым. Өте жұқа қылдырып жаясыздар. Негізі жұқа болған сайын піскен кезде чебуреки қытырлап тұрады. Салмасын саламын. Тартылған етті. Салған кезде бір шетіне ғана салыңыздар. Барлық жаңағы жайылған қамырдың үстіне салмаңыздар. Осылай видеода көрсетілгенде бір шетіне саласыздар, және шетіне қатты кет қалмасын. Шетін жақсылап жабыстырыңыздар, ашық жер қалқамасын. Шетін жақсылап жабыстырғаннан кейін, әдемілік үшін осылай вилкамен жүргізіп өтемін. Жаңағы шетін басамын вилкамен. Негізі бұл әдемілік үшін вилкамен жаңағы баспасаңыздар да болады. Енді екінші чебуреки дайындаймын. Еленген қамырдың бір бөлігін алып, оқтаумен жаямын. Жұқа қылдырып жайыңыздар, сол кезде жақсы болып шығады чебурекиларыңыз. Және салмасын саламын. Салмасын бір шетіне ғана саламын. Жаңа айтып өткендей, қатты шетіне кетіп қалмасын, ашылып қалмасын чебурекиларыңыз. Шет-шетін жақсылап жабыстырамын. Және әдемілік үшін вилкамен басып шығамын.
Вилкамен баспай, қазір арнайы пышақтар да бар, чебурекінің шетін әдемілеп кесетін. Сондай пышақтар пайдалансаңыздар да болады. Менде ондай пышақ болмағандықтан маған вилкамен әдемі болатын сияқты. Өзім үнемі осы рецептпен және осылай вилкамен шет-шетін басып шығамын. Сөз әдемі болып піседі. Соңғы қамырды жайдым, салмасын салдым, шетін жақсылап жабыстырамын, содан кейін вилкамен басып шығамын. Сіздерге бірнеше рет көрсеттім, түсінікті болсын деп. Енді қызып тұрған майға чебурекет саламыз. Чебурекет салып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Чебуреки дайын чебурекиді салфетка салынған тарелкаға саласыздар. Салфетканың үстіне салсаңыздар, жаңағы майлы болмайды чебурекиларыңыз. Майы салфеткаға сынып кетеді. Енді басқа чебурекиларды пісіріп жатырмын. Піскеннен кейін салфетканың үстіне салыңыздар. Чебурекиларыңыз майлы болмайды. Чебуреки дайын, ас болсын.